Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні. 30-шы сабақ біздің жобамыз тыныс белгілері тақырыбы. Тілімізде негізінен 10 тыныс белгісі бар. Олар нүкте, үтір, нүктелі үтір, көп нүкте, қос нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, сызықша, жақша, тырнақша. Бірінші тапсырма тыныс белгілерінің қолданылу ерекшелігін естеріңе түсіріңдер. Сөйлемнің соңына қандай тыныс белгілері қойылады? Балалар, сөйлем соңында нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі, көп нүкте қойылады, е? Сөйлемнің ортасында қандай тыныс белгілері кездеседі? Сөйлем ортасында үтір, нүктелі үтір, қос нүкте, тырнақша, жақша, сызықша қойылады. Сөйлемнің алдында қандай тыныс белгісі қойылады? Диалог сөздерде сөйлемнің алдында сызықша қойылады, е балалар? Екінші тапсырма өлеңге нүкте өзі туралы не айтқан? Мен сөйлемнің соңында тұрам, солында емес, оңында тұрам. Сөйлемдердің жігін ажыратып, кідіріс белгісі орнында тұрам. Тиянақты ойдың біткенін білдірем, сөйлем соңына таман даусымды бәсеңдетіп үлгерем. Маған кідіріп дем аласың, мен емес пе бөліп тұрған ой арасын. Өлең қызықты грамматика кітабынан алынған. Балалар, өлеңде нүкте өзінің қызметі туралы айтыптыр, е? Яғни сөйлемнің соңында тұратынын, сөйлемдердің арасын ажыратып, тиянақты ойдың аяқталғанын білдіріп, ой арасын бөліп тұратыны жайлы айтқан. Басқа тыныс белгілері туралы материал табыңдар, немесе солардың бірінің атынан әңгіме құраңдар. Олай болса балалар, мен мысалы үтірдің, сұрақ белгісінің, леп белгісінің атынан әңгіме жазатын боламын. Үтірдің әңгімесі: менің атым үтір, мен сөйлемнің ішінде тұрам. Сөздер мен сөз тіркестерін бөліп тұрам. Ойды үзіп алмай, сәл кідіріс жасаймын. Мен болмасам, сөйлем шатасып кетер еді. Менің көмегіммен сөйлем анық түсінікті болады. Сұрақ белгісінің әңгімесі: менің атым сұрақ белгісі, мен сөйлемнің соңында тұрам. Бір нәрсені білгің келгенде мені қолданасың. Мен бар жерде сөйлем сұраққа айналады. Мысалы, сен сабаққа бардың ба? Менсіз сұрақ сөйлем болмайды. Ал енді леп белгісінің әңгімесі: менің атым леп белгісі, мен қуаныш, таңданыс, реніш сияқты сезімді білдіремін. Мен бар жерде сөйлем көңілге толы, әсерлі шығады. Мысалы, туған күніңмен, немесе қандай әдемі күн. Мен сөйлемге күш пен эмоция қосамын. Мінеки балалар, осы сияқты сендер де бір тыныс белгісінің атынан әңгіме құрап жазуларыңа болады. Үшінші тапсырма әдебиеттік оқу кітабы бойынша зерттеу жүргізіңдер. Бір өлеңді оқып, сұрақтарға жауап беріңдер. Өлеңде қандай тыныс белгілері қолданылған? Қай тыныс белгісі көп? Бұл өлеңде тыныс белгілердің қандай қызмет атқаратыны туралы ой бөлісіңдер. Балалар, әдебиеттік оқу кітабынан Ғафу Қайырбековтың ана тілі өлеңін оқып, осы өлең бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ана тілі: бар қазақтың орман, көлі, өзені, тау қиясы, жалпақ жазық кезеңі. Сайрап сөйлеп тұрған жоқ па қазақша, қалай тозар сендік асыл сөзгені. Ана тілім, күшім, менің қуатым, жырым сендік жүрегімнен туатын. Тауысарма ырысыңды, қорыңды, тізелесіп қатар жазса мың ақын. Ғафу Қайырбеков. Балалар, өлеңде кездесетін тыныс белгілер: үтір, сұрақ белгісі, леп белгісі, көп нүкте және сызықша. Өлеңде үтір көп кездеседі. Бұл өлеңде тыныс белгілерінің қандай қызмет атқаратыны туралы ой бөлісіңдер дейді. Балалар, нүкте аяқталған ойды білдіреді. Үтір сөйлем ішіндегі сөздер мен бірыңғай мүшелерді бөліп тұрады. Сұрақ белгісі сұраулы сөйлемнен кейін қойылады. Леп белгісі ақынның қуанышын, сезімін, ана тіліне деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Сызықша екі сөздің арасындағы байланыс пен теңеуді білдіреді. Мысалы, ана тілім, күшім менің. Көп нүкте
ойдың жалғасып жатқанын немесе айтылмаған сезімді көрсетеді. Төртінші тапсырма, өзіңе ұнаған тақырыпқа хабарлама жасауға дайындал. Тыныс белгілері не үшін қажет? Немесе тыныс белгілерге мадақтау сөз. Осы екі тақырыптың біреуіне хабарлама жасап, сол хабарламаңды сыныпта жарияла дейді. Олай болса балалар, тыныс белгілері не үшін қажет деген тақырыпта хабарлама жазатын боламыз. Тыныс белгілері не үшін қажет? Тыныс белгілер жазудағы ойды нақты, түсінікті жеткізу үшін қажет. Олар сөйлемдегі сөздердің арасын бөліп, ойдың аяқталғанын немесе жалғасып жатқанын білдіреді. Мысалы, нүкте сөйлем соңына қойылады. Үтір сөздерді бөліп тұрады. Сұрақ белгісі сұраулы сөйлемге, леп белгісі қуаныш, не реніш сезімін білдіру үшін қолданылады. Тыныс белгілері арқылы мәтін көркем әрі түсінікті болады. Сондықтан тыныс белгілер сауатты жазудың және дұрыс сөйлеудің негізі. Мінекей балалар, осы сияқты хабарлама жасап, оны жариялауларыңа болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.